Қайырлы күн, құрметті қонақтар, құрметті өнерсүйер қауым. Спортты жанына серік еткен жиналған қауым. Бүгін Қаралбақ ауылының орта тұсында орналасқан әсем ғимаратта заман талабына сай жас таланттардың өнерін шыңдау, спорт баулу қабілетіне орай болашаққа жол ашу мақсатында ашылғалы отырған Аяны өнер және спорт мектебі ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Ашылу сөзі және ғимарат кілтін тапсыру құрметі Ескелді ауданының әкімі Рустам Әлиге беріледі. Құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, барлықтарыңызды шын жүректен еліміздің 30 жылдық тәуелсіздігімен құттықтаймын. Енді өздеріңіз көріп отырсыздар, елбасымыздың тапсырмасы бойынша облыс әкімінің белсенді жұмысы арқасында Қарабұлақта заманауи физкультуралық кешен салынды. Былтыр ашылған болатын. Биыл осы бір айдың көлемінде пандемияға байланысты кішігірім кешеуілдетіп жатырмыз, дегенмен осы жақын арада ашамыз. Бүгінгі мекеменің бастамасы біздің әріптесіміз Жанар Бешеннің еңбегі. Алдыңғы жылы ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасымен биылдан бастап, сәуірден бастап жаңа заң күшіне енді. Енді біз еліміздің, халқымыздың, тұрғындардың арасында насихаттауымыз қажет. Қазір барлық осы балаларға арналған барлық жаңағы үйірмелер, барлық спорт мекемелері егер ғимарат бар болса, бәрі балаларға, жастарға тегін болады. Өте үлкен бастама, президентіміз бұл бастаманы қолдады. Өздеріңіз білесіздер, мына балабақшалар қолжетімді сияқты, мына бүкіл үйірмелерде тегін қолжетімді болады. Әр бала басына үкімет тарапынан қаражат бөлінеді. Мен облыс көлемінде облыс әкімінің Амандық Абасұлының орынбасары болдым. О жерде біз балабақшаларға ғана былтыр жылдың басында 20 миллиард теңге бөлінсе, биыл жылдың басында 30 миллиард теңге бөлінген. Сонда кем дегенде 30%-ға жылдау ұлғайып жатыр. Неге десеңіз, ел тыныш, жұрт аман, демографиямыз жақсы, балалардың саны өсіп келе жатыр. Енді сол балабақшалардан шығатын балаларға тек қана үкімет емес, енді үкіметті білесіздер, барынша көмектесіп жатыр, салып жатыр жаңадан, дегенмен мына экономикалық дағдарыс бар, неше түрлі басқа мәселелер бар. Жылда жаңа кешен салу мүмкін емес, бірақ біз өз қолымыздан не келеді, осы мына әріптесіміздің бастамасымен Қарабұлақта бірнеше мекемелер бар, осындай ғимараттар бар. Соны біз жаңағы спорт сүйетін, спортта кәсіп несі бар, біліктілігі бар, өнерде біліктілігі бар мамандарды жинап, осы жаңағы келесі жылға осындай үйірмелерді көптен ашуымыз қажет. Ақыр аяғында өте сапалы, жақсы, салауатты қорған қоғам құрамыз. Барлықтарыңызды мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Игілігіңізге пайдаланыңыз. Рахмет. Сұлулықтың символына айналған бейнелерін жанына серік етіп, жас таланттардың өнері шыңдап, үлкен сахнаға жол ашуына себепкер бола білген Қазақстан Республикасының үздік ұстаз, халықаралық творчестволық бірлестігінің мәдениет майталманы төсбелгісінің иегері, жылдың үздік хореографы кубогының иегері Бешен Жанарға осы ғимараттың кілтін қошеметпен табысталады. Қошеметтеріңіз құтты болсын. Бүгінгі ғимаратымыздың лентасын қию рәсімі аудандық мәдениет және тілдер дамыту бөлімінің бастығы Ерғалиева Бақытгүл Асымқызы және Аяна өнер және спорт мектебінің директоры Жексенбек Бейбосынға беріледі. Қошемет құрметтеріңіз. Қонақтар, Аяна өнер және спорт мектебінің бүгінгі мерекесі құтты болсын. Баршаңызды ғимарат үшін тамашалауға шақырамыз.
Құтты болсын. Балалар, қолдарыңыз қуат беріп, бақытты болыңдар. Жақсылар оқыңдар, және кәштен заказ беріңдер. Ай, рахмет. Құдай қолдарыңа қуат берсін. Балаларың бақытты болсын. Өмірде осындай өнерпаз болыңдар. Сурет мынаңдар. Сосын көрдік ауданда да, облыста байқауларда. Қаштері ұстаз ғой, оқытады. Дейін біз басқа жерлерде партия көржіп, үйірмелер жүргізіп келдік. 7 жылға дайын. Міне биыл осы спорт және шығармашылық мәдениет министрлігінің жанынан құрылған осындай бізге тиімді бағдарламасында отыр. Балаларды тегін оқыту, сабақтан бөлек уақытын тиімді пайдалану мақсатында және де осындай спортқа және осындай өнерге балаларды тегін үйрету мақсатында осындай бізге ұсыныс түсті. Біз неге соны осы бір ай бұрын бастадық. Осындай орындар алып, балаларды жинап, мұғалімдерді алып, тегін балаларды тегін біреулердің жағдайы келеді, біреулердің келмейді. Бәрін осы тегін оқыту мақсатында осылай ұйымдастырып жатырмыз. Енді бұл тек қана осығанға дейін бізде платный болып келді, ақылы түрде жүрген. Біз оның бәрін қосып, тегін ақысыз түрде ұйымдастырып жатырмыз.
бұл тек қана аудан орталығында бірінші рет ашылып отыр. Міне бірінші бастамасымыз бастадық. Міне тікелей әкім Әлиев Сұлтанұлының қолдауымен басшымыз. Дальнейшие ваши планы? Осы сайдың шауының добры келісім жасап отырды. Басқа да ауылдарға аптасына 2 мал директораты. Болашақта енді бұл тек қана аудан орталығында емес, тағы да бізде алыс ауылдар бар, келіп оқи алмайтын. Оларға мүмкіндігін қарастыра отырып, ол жақта тоз осындай мұғалімдер жіберіп, ол жақтағы балалардың алаңсыз білім алуына сабақтан бөлек мектептен бөлек өнер және спортқа баулу мақсатында мұғалімдер жүріп, тағы сондай ашып жатырмыз осындай үйірмелер. Енді болашақтағы мақсатымыз бұл тек қана бірнеше үйірме емес, көлемін ұлғайтып, тағы да қосымша мысалы болмаған үйірмелерді қосып, үлкейтіп кең көлемде аудан бойынша жүргізуге алған мақсат қойып жатырмыз. Менің атым Бейболсын Жексенбекұлы. Қызметім осы мектептің ұйымдастырушысынан басшысымын. Директор. Аяна өнер және спорт мектебі.